Беспредел ойнатсонды қараңыздаршы. Халық жүреді дейміз үшін аңыңыздаршы. Халықтың жүріп жатқан жерінде ме? Бардақ қой, просто үшін көріп атсыздар қандай состоянияда екен. Вечно осы. Не жұмыс жасап отырсыздар мына жақта? Сіз суретке түсірдіңіз, отказ 28 күні келіп отыр, сонда осы күнге дейін не істеп отырсыздар деймін. Айтпай, а? Не үшін отырсыңдар сендер? Вообще домаландырып жүгірте бересіңдер ме адамдарды? Жүгіре береді бұл халық деп. 28 күні саған отказ келіп тұр, сонда 28-ден 4-не дейін не істеп отырсың дейме саған. Түсіндіріп беріңізші, балам 16 жасқа толды, куәлікке келіп суретке түсті. Осыдан 20 күн бұрын. Неге 28 күні міне документ келіп тұр сіздерге, сурет өтпей қалды деп. Неге 28-нен бері бізге хабарлама бермедіңіздер, кел суретке түсіңдер деп. 28 күні қарасаңыз. Қайсы уақытын көрсетші алмаған. Мына компьютер көруге болмайды десе базар. Неге болмайды екен? Сен рұқсат сұрасаңшы түсіремін деп жатыр. Неге болмайды? Болмайды десе. Сіздерге келгенде бәрі болмайды, е? Болмайды ғой. Неге болмайды? Үш күні кетті. Сен қоғамдық орында отырсың, мен сен үйіне кіріп отырған жоқпын біріншіден. Енді база бұл секретный бұл. Мен сен базанды кесіп те тастала, мен өзіме қатысты заттарды алып аламын. Мен сіздің үйіңізге кіріп тұрған жоқпын мына жерге. Бізге бүгін звондап жатыр. Оқыңыз. Мен сізден рұқсатыңыз сұрамаймын да, оқтыңыз ба? Отырсыз ба мемлекеттік орында? Дұрыстап жауап беріңіз, оқыңыз. Дейме сізге. Отыратын уақытым жоқ менің. Отыратын уақытым жоқ, оқып беріңіз. Оқыңыз. Ақыр сіздің жеке орныңызға кіруге болмайды екен, үйіңізге кіріп отыр екенбіз. Качественное фото. На подбородке ответ как белый треугольник деп тұр. Не қарадыңдар? 3 рет түсірдіңдер ғой, не қарап отырдыңдар? 3 рет түсірдіңдер ғой сендер, а? Халықты сонда жүгірте бересіңдер ме? Жүгірте отқан жоқ, кстати. Не істеп жатсыңдар? Звондап хабарладық бүгін. Түсірген кезде не үшін отырдыңдар сендер? Қарап отырсыңдар ғой, ақшасын сол үшін алып отырсыңдар ғой сендер, а? Енді сізге тәтеді. Неге біз отказды күтіп 20 күннен кейін қайттан келуіміз керек мына жаққа? Ал ауылда тұрсақ не болады ал? Звондап айтамыз ғой сізге сразу. Бүгін хабарладық мысалы, кеше түсті бізге. Кеше емес 28 күн түсіп отыр ғой сіздерге. Сонда 28-нен бастап жұмыс жасамадыңыздар ма?